Қостым. Неге түгел кірмей жатыр екен? Ал кім сабақ айтады? Кім айтады сабақты? Нешінші аптаны айтасың, қай тақырыпты айтасың, өзің білесің. Ортаға демалыс салып миымыз ашып кетті ғой. Сәлеметсіз опай. Саламатсың ба? Сабақ айтасың ба? Саламатсыз опай. Кім сабақ айтады? Саламатсыңдар. Hazır. Сөйтіп, біз тарихи морфология мен тарихи фонетиканы бітірдік, е? Енді сол тарихи фонетикадан айтқың келе ма, әлде тарихи морфология, лексикологиядан айтқың келе ма? Өзің білесің, морфологияны енді бастаймыз. Мен келесі апта бастай берем деп ойлап отырмын, себебі келесі апта негіз бір апта демалуымыз керек қой. Бізде жаңағы аралық бақылау. Лекцияда демалады екенбіз да, семинарда демалмайды екенбіз. Енді түсініп жатырмыз мұғалімдер. Соны келесі аптада мен сабақты бәрібір беріп, жаңағы аралық бақылауларыңды қоюым керек. Сол үшін қазір сабақ айтуларымыз керек. Кім айтады, бастап болыңдар енді? Бағалайын мен бәріңді. Саламатсыз опай. Саламатсыңдар ма? Он жеті бала кіріп отыр дәл қазір. Кім сабақ айтады? Айта берейінші апай. Ал айта баш. Түбірдің тарихи сипаты туралы айтам. Өтпедік қой оны әлі. Өтпедік қой? Өткен жоқпыз ба не? Өтпедік қой, морфология. Мен де сол морфологияға дайын алып келем. Апай, негізі бізде... Апай, тұр ғой 7-ші семинарда. Я бастым уақытым. Бұндай мекен? Иә. Жарайды, айта ғой онда. Кіреді екен ғой 8 семинардың ішінде. Қазіргі қазақ тілінде қарт, қария, айт, кел деген әртүрлі грамматикалық топтарға жататын сөздер түбір немесе жалаң түбір ретінде қарастырылады да. Ал айтыс, келіс, кетіс, қарттық, тыныштық тәрізді сөздер бұлар әртүрлі аффикстер арқылы жасалып, туынды түбірлер немесе туынды сөздер деп қарастырылады. Ал осы сөздерді өзара салыстырғанда, олардың арасында да кейбір айырмашылықтар бар екенін кездестіруге болады. Мысалы,
қарт, қария, кәрі деген үш сөзді салыстыратын болсақ, бұларға ортақ морфема қар морфемасы, ал т, ия, бұлар белгісіз қосымшалар, яғни түбір құрамына қатысы жоқ элементтер. Сол сияқты айт, айтыс, айқай сөздерін салыстыратын болсақ, бұларға ортақ түбір ай болады. Ал айтыс құрамындағы ыс қосымшасы және т элементі бұлар жаңағы белгісіз морфема болып табылады да, ал айқай сөзі алдыңғы түбірлермен мағыналас екені көрінеді. Мысалы, сөздерді салыстыру арқылы ортақ түбірді ажыратуға болады. Кел, кет, кері сөздері бұлар соңғы дыбыстары ғана өзгешеде, алдыңғы бөліктері бірыңғай болып келген. Яғни ортақ морфема ке. Ал қал, қайт, қайыр етістіктерін өзара салыстырғанда алдыңғы морфемалар бірыңғай, яғни қа морфемасы, ал л, и, т, қысқа и, ыр морфемалары өзгеше болып шығады. Жалпы қазақ тілінің сөздері көбінесе бір буынды болып келеді. Түркі сөздерінің жаңағы түркі сөздері көбінесе бір буынды болып келеді. Яғни алғашқы түбір сол сөзді құрайтын, қалай десем, жаңағы ол буынды біз түбірді көбінесе буын ретінде де қарастырылады. Осы лексикалық қордағы сөздердің бір буынды болып келуі бұл тек қана түркі тілдеріне ғана тән емес, одан арғы Алтай тобына да тән ерекшелік болып табылады. Қазіргі қазақ тілінің сөздік қорында бір буынды түбірлер қазақ тілінің түсіндірмелі сөздігі бойынша есептегенде 60%-ке жуық екен. Қазақ тілінің сөздік қорының, яғни жартысынан көбі бір буынды түбірлер болып табылады. Осы бір буынды түбірлер аффиксацияланудың нәтижесінде, яғни қосымшалар жалғанудың нәтижесінде көп буынды сөзге айналып, осы кейіннен осының өзі тұрақты құбылысқа айналған. Мысалы, аршы, ашық, айық, үрік тәрізді етістіктерді арық, ашы, үркек есімдермен және айыр етістігімен салыстырғанда ортақ түбірлері ар, аш, ай, үр шығады. Ал жаңағы екі-үш буынды түбірлер қашан қалыптасты дейтін болсақ, хронологиялық жүйемен қарастыратын болсақ, бұлар сонау архонейси ескерткіштерінде, яғни 5-8 ғасырдан бастап қалыптасқан болатын. Батманов осы бір буындармен қатар екі буынды түбірлердің, сондай-ақ үш буынды түбірлердің архонейси ескерткіштерінен кездескендігін айтады, бірақ бір буындылардың басымдығын көрсеткен. Ал Айдаров болса, көбінесе етістік түбірлер тек бір буынды не екі буынды болып келетіндігін айтқан. Осы Айдаров уды етістігін, яғни қазіргі ұйықтау деген сөз, у есіммен салыстыруға болатындығын айтады. Сонда соңғы д морфемасы қосымша болып шығады дейді. Сол сияқты ясы, тыңда, яңыл етістіктерін түбірге ажыратуға болады. Яғни түбірі яс, тың, яң түбірлері шығады. Ал сонымен қатар якут тілін айтатын болсақ, якут тілінде көбінесе барлық сөздер қысқа и дыбыстан басталады. Оны якут тілін зерттеген ғалымдар оны протезалық құбылыс деп түсіндіреді. Мысалы, чуваш тілінде и дыбысы кездеседі сөздердің алдында. Мысалы, чуваш тілінің маманы Егоров мынадай фактілер келтірген.
Мысалы, қазақ тіліндегі ақ сөзі чуваш тілінде юх деп айтылады. Ауыр сөзі евар деп айтылады. Ит сөзі ета, ел сөзі ял, ін сөзі ене, ағаш сөзі евач деп айтылады. Яғни бұл салыстырудан мынадай ерекшеліктерді байқауға болады. Біріншісі, қазақ тілінде ашық буынынан тұратын сөз чуваш тілінде біте буынды қысқа дыбысынан тұрады. Жаңа айтып кеттім, якут деп қателестіріп алыппын, якут емес, чуваш тілі. Чуваш тілін зерттеушілер бұл құбылысты протеза құбылысы деп түсіндіреді. Екіншіден, сөз ортасында қазақ тілінде ғ дауыссызы келсе, чуваш тілінде в дауыссызы келеді. Мысалы, евач ағаш, ета ит сәйкестігінде жаңағы чуваш сөзі мұнда дауыстық аяқталса, қазақ тілінде дауыссызға аяқталып тұр. Сонымен қатар, чуваш тілінде сөз басында Қазақ тілінің тарихи грамматикасын өтіп жатырмыз ғой әзірге. Иә. Жалпы мысал Қазақ тілінен мысал келтіріп, қазақ тілінің тарихи сөздеріне тоқталуың керек. Жаңағындай бағана айттың ғой. Кет деген сөздерді келтірдің ғой. Сол сияқты. Салыстырмалы грамматикада айтасың оның бәрін. Иә. Сонымен қазақ тілінде 60% бір буынды түбірлер дегенді қай ғалым айтты дедің? Ол деген жаңа қазақ тілін бір буынды түбірлерді кім зерттеген қазақ тіл білімінде? Бір буынды түбірлерді қазақ тілінде Айдаров зерттеген. Ол жаңағы Орхон Енисей ескерткіштерін зерттегенде осы бір 2-3 буынды сөздердің кездесетінін жалғастырған шәкірті бар, бір буынды түбірлерді қарап жүрген көз түрі шәкіртінің. Бір буынды түбірлердің қазір енді когнитивті лингвистикада қалай қолданылатынын ашып қойған ғалым бар, ол Жамал Манкеева. Жамал апайдың сол жұмыстарында бір буынды түбірлердің бастапқы жаңа Қазақстанда қаралуы сол Айдаровтың жұмысынан кейінгі жұмыс болып саналады. Бір буынды түбірлерді енді лексикографиялық тұрғыдан тексерген ғалым бар, ол Мырзаберген Малбақов. Ол кісі сөздігін жасады, бір буынды түбірлердің сөздігін. Бір буынды түбірлердің сөздігін ол лексикограф болып жасады. Яғни қазіргі қазақ тіліндегі бір буынды сөздерді жинақтады. Ал Манкеева болса, бір буынды түбірлердің этимологиясын ашты және оны танымдық тұрғыдан, концептуалдық тұрғыдан талдады. Сенің тақырыбың не еді семинардың? Түбірлер ма? Иә, түбірлердің тарихы. Түбірлерді айтқан кезде түбірлердің сол жаңағы өте қысқа буыннан, тіпті дыбыстан ғана, бірақ дыбыстан тұрады деген түпкі түбір деген нәрсені ұсынған ғалым бар, түбіртек түбір деген. Ол Берікбай Сағындықұлы. Берікбай Сағындықұлының осы түбір, сосын түпкі түбір деп Айдарып қойса, ары қарай түбіртек түбір деп оны жалғастырып, бір буын, бір дыбыстан ғана жаңағы сөз түбір болатынын дәлелдеп жүрген ғалым. Оның қазіргі уақытта шәкірті жаңағы Ботагөз Сүйерқұл 14-ші ғасырдағы бірнеше жұмыстарды қарап, соның құрамында бір буынды түбірлер бар ма, жаңағы түбіртек түбірлер бар ма, сол жағынан қарастырды. Ол кісінің қарағаны бойынша Сүйерқұлова Ботагөздің қарап берген Мұхаммед Нәменнің тілі. 4-ші ғасырда жазылған Хорезмидің кітабы. Сол жазба еңбектері арқылы зерттеліп жатыр қазір. Одан кейін Орхон Енисей сөздігіндегі дыбыстық сәйкестіктерді біздің Агуден Гүлзат Раева қараған.
Онда дыбыстық сәйкестік деп жаңағы фонетикалық тұрғыдан деп айтамыз өзіміз. Фонетист ғалымсың ғой деп айтамыз, бірақ дыбыстық сәйкестік көбінесе семантиканы ажырату үшін екі сөздің жаңағы арасында бірдей келген кезде қалай болады, және оның өзгерісі қалай болады. Мысалы, кел мен кет дегендегі л мен т, сол түбір тұрғысынан қарамаса, оны мағыналық ажыратпаса, онда ол сәйкестік ашылмайды. Сондай сәйкестіктерді Архон Енесеймен бірге салыстырып қараған Гүлзат Раева. Біздің диплом жетекші апай. 19-шы жылы несі шықты, монография шықты. Былтырғы жылы. Сонымен тағы да сұрақ бар ма? Жалғастырам дейді апай. Жалғастырам дейді. Кім? Білмеймін. Жақсы, Назерке, рахмет. Апай, рахмет сізге. Апай, Көп мағлұматты жақсы сөйледі. Ал мен сымбатпын ғой, мен де сабақ айтайын деп едім. айта ғой. Мен де осы морфологияға байланысты дайындалып келгенмін ғой. Жарайды. Сол. Мен енді озып жүріңдер еді. Ондайға тек қуанамыз ғой. Барлық мәліметті сымбат білет деп қойып айтамыз да сонда. Или Назерке айтқан деп қойып. Жақсы. Жалпы етістік пен есімдердің, түбірлердің туындағы синкретизмді үшке бөліп қарастырсақ болады. Бұл синкретикалық байырғы түбірлер, және де синкретикалық туынды түбірлер, және де синкретикалық қосымшалар деп. Жалпы синкретизм немесе синкретикалық түбірлер дегеніміздің өзі бұл грамматикалық мәні мен қызметі жағынан бірдей бір өңкей болмайтын сөздер деп Томановтың қазақ тілінің тарихи грамматикасында берілген екен. Ал жалпы бұл синкретизм дегеніміздің өзі тарихи амонимдер деп таниды. Яғни сөздер мен морфологиялық формалардың тарихи дамуының жемісі. Жалпы осы синкретикалық түбірлердің өзара семантикалық байланысына келетін болсақ, мынадай синкретикалық парлар, яғни жұптарды айта аламыз. Мысалы, ауыр дейтін етістіктен сол процестің нәтижесі болып саналатын ұғым атауы. Мысалы, ауру есімі келіп шығады. Одан кейін тоң, оның нәтижесінде тоң, яғни тоң болып қату. Одан кейін той, оның нәтижесінде, мысалы, тойып жеу, одан тоқ деген. Ой және ой, есім, және де бұл ой деген, ой жер деген мағынасында келіп тұр. Одан кейін бүк, яғни бүк түсу, және де бүкір деген мағынада. Одан кейін тоз, тоз болу, тозаң. Яғни осындай бір ұғым атауы және бір процесс атауы, оның нәтижесі саналатын ұғым атауы. Осындай семантикалық парларды қарастырсақ болады екен. Және де себептілік байланыс немесе қимыл әрекетпен оның салдары және де нәтижесі түбір етістік пен туынды есім арасынан да көрінеді екен. Мысалға, ысы деген бұл етістік, және де ыстық. Және сол сияқты сен, сенім, сен деген етістік, сенім не бұл зат есім болып кетіп тұр. Бұқсы және бұқсық, нан және наным. Туынды сөздерде, мысалы, түзу, түзе, сасы, сасық, оқы, оқу, тасы, тасқын деген сияқты жағын мән мағынасы бірдей жұптарды кездестіреміз. Жалпы түбірлердің шоғырланған мағыналар тобын білдіруі, тағы да мысал келтіре өтсем, бұл шаш етістік мағынасы. Мысалы, аузыңа келгенді шатпа деп айтады, қазақ тілінде. Ал есім мағынасы, мысалы, шаты айырылу дегенде, шат деген деген мағынада. Одан кейін және қалың ну деген мәнді білдіреді екен негізінен. Мысалға, шатасу деген екі заттың түйіскен жерін айтамыз. Бір нәрсе бір шатасып қалады ғой. Яғни бір-бірінен айырғысыз, тығыз, тәртіпсіз өскен заттар дегенді білдіріп тұр бұл жерде. Демек, бұл бағанағы қалың ну деген мағынамен сәйкестігін көреміз, Егер де осылай назар аударып қарайтын болсақ, олардың семантикалық мағыналарының ұқсастығын байқаймыз.
жалпы түркі тілдері құрамында етістіктер мен есімдердің айқын жүктелуі аффиксация тәсілінің қалыптасуынан болады. Жаңа айтып кетті Назерке. Мысалы, аффиксация құбылысына жатпайтын сөздер, өзіміз білеміз, Северитянның жалпы түркі тілдерін, Севертян ба? Түркі тілдерін сөздігін жасаған болатын, ең үлкен сөздік. Ол жерде барлық түркі тілдерінің сөздері енгізілген. Сол Әзірбайжан, түркімен, түрік, гудуз деген Әзірбайжан, түркімен, түрік тілдерінде гудуз деген құтырған деген мәнді білдіреді екен. Ал басқа түркі тілдеріндегі құтыр етістігін осы гудузбен салыстырған екен. Сонда бір ғана сөзді екі түрлі грамматикалық класстарға жіктейтін тек дауыссыз дыбыстар екені осы жерден көрініп тұр. Мысалы, Р, З сәйкестігі, өзіміз білетін. Бұл ішкі флексия заңдылығы болып табылады. Сонымен қатар И, Г, Д, И сәйкестіктері де бар ғой. Мысалы, жүйрік, жүгір, адақтау, аяқтау деген сияқты. Д мен И-дің сәйкестігі, жүйрік пен жүгірдегі И мен Г-ның сәйкестігі. Жалпы осы Севертянның сөздігінде, мысалы, аң деген сөз бар, ол аңсыз, биқамсыз. Аңсыз, одан кейін аңда, яғни аңлау. Одан кейін аңса. Бұл етістік мағынасында. Яғни бір нәрсеге аңсарым ауды деген тіркесте сақталған екен. Бұл жердегі аңды туынды етістігі болады, бұл актив сөз болып тұр. Одан кейін аш, ашық, ашық сын есім. Бұл аш етістік. Одан кейін жаңа қат деген етістік бар. Қат деген зат есім деді. Зат есімде бола алады. Одан кейін қатай, қатар, қатқыл, қатаң, қатқақ. Әр етістік, әр есім, яғни аффиксацияның арқасында бұл әр етістік, әр есім болып тұр. Мысалы жаңағы қат деген етістіктен қатық деген, қатық өзіміз білеміз ғой, қаймақ. Қатық деген ықтың әсерінен есім сөз туып тұр. Одан кейін ұя деген әрі есімге, әрі етістікке негіз болған. Мысалға, ұят деген бұл зат есім, ұял деген етістік. Ал ұяң деген сын есім. Бұл жердегі түбірін, яғни түпкі түбірді ұя деп қарайтын болсақ, осылайша әр есім, әрі етістікке негіз болған байқаймыз. Одан кейін ой деген сөз бар. Болған, мысалы, ұйқы, бұл зат есім. Ойы деген етістік, ойым деген зат есім, ұйымдас деген етістік, ұйымшыл деген сын есім. Осы секілді түпкі түбірлердің әр етістікке, әр есімге негіз болғандығын көрсек болады. Байырғы түбірлер деп қарайтын болсақ, есімдер мен етістіктер түбір сәйкестігін, жаңа өзім айтқандай, әр есім, әр етістік жасалғанын көріп отырмыз. Түз деген тағы түбірден айтсақ болады, түзу, түзел, ау деген бар, аусар, ауыш деп анау. Біздің диалектілер бар, және де сас, сасы, сасық, оқ, оқы, оқу, сем, семір, семіз деген сөздер туып тұр. Мысалы, контекстсақ сөздердің есімне етістік екенін ажыратуға болады. Себебі, осы мысалдарда түз, ау, сас, оқ, сем дегеннен тараған сөздерден оларды біз контекстсіз ажырата аламыз. Себебі бұл жерде есімдер мен етістіктер әртүрлі тұлғаланып тұр. Морфологиялық тұлғалар арқылы жіктеліп, ара жігі бөлініп тұр. Бұл түбірлер тілдің өйткені пассив құрамына айналған. Себебі біз түз, сас, оқ, сем деп жеке түрде оларды айтпаймыз. Және де екі топқа бөліп қарасақ болады екен. Жаңа бірінші топ қазір кезде пассив қатарға енген, кең, тын деген түбірден тараған, кеңіс, кеңістік, тыннан тыншы, тыныштық тараған. Ал қазіргі тіл нормасына сай бұл ұя, бағана өзім айтып өткен, ұят, ұялу, ар деген сөз бар, ары, арық, арықтық. Одан сен, сенім, сенімді, қан деген қанық, қанықты деген. Бұл жерде етістік тұлғасы есім тұлғасын өзгерткен. Ұятты өзгертіп тұр. Мына жердегі арнаулы аффиксына ұялу дегендегі Л, Л ұя сөзін өзгертіп тұр. Яғни қимыл есімі содан барып жасалған.
Ал енді осыларды Севертян бағана айтып өткенбей синкретикалық негіздер деп таныған екен. Жалпы Дмитриев осы түркология ғылымын зерттеуде етістіктердің тарихи қалыптасуының 3 сатысын көрсеткен екен. Оның бірінші сатысы бойынша етістік түбірлердің қазір байқауға болатын бұл ең алғашқы кезеңі. Бұның ерекшелігі есім мен етістік негіздердің тұлғалық сәйкестігінен көрінеді. Тек контекст құрамында синтаксис единицалар есебінде дейді, синтаксистік бірліктер ретінде бір-бірінен айырмашылығы бар, жіктеледі. Ал екінші саты бұл есім мен етістік негіздердің бір-біріне фонетикалық алмасулар арқылы жіктелуі. Оның ішінде флексия заңдылықтары бар. Ал үшінші сатыға бұл етістік жасаудың тұрақты және негізгі түрі. Бұл аффиксация қалыптасқан. Бұл арқылы есімдер мен етістіктер бір-бірінен, яғни грамматикалық жақтарынан жіктелініп бөлінеді. Жақсы. Сымбат, морфонологиялық тұрғыдан түбірлерді қараған ғалым бар, ол кім? Морфонологиялық Томан ол туралы айтады. Томан бода мысал келтіреді, себебі бұлардың барлығы бір-бір ескерткішті қараған ғалымдар ғой, үлкен. Түбірді морфонологиялық тұрғыдан қараған алғаш рет. Ұлты татар, қазақстандық мықты ғалым. Морфологияны айтқан кезде бірінші Томанды айтамыз, тарихи морфологияның оқулығын жазған, бағдарламасын түзген, оның жаңағы біздің қазақ тілі мен әдебиетінің тарихын ізденушілердің барлығы Томандың кітабына соқпай өте алмайды, себебі жаңағы концептуалдық тұрғыдан жазып жатсын, немесе құндылық тұрғысынан жазып жатсын. Қазір осы кітапты бірінші қарайды, 78 жыл шықса да әлі күнге дейін өзінің ғылымдағы өзектілігін жоймаған кітап. Ал енді оның алдында осы қатарлас алдында дегенмен ол оқулық жазған жоқ қой. Бірақ ғылыми жұмысы морфонологияға арналған тікелей дыбыстардың мағынаны қалай өзгертетіні, жаңа кет дегендегі ке деген түбір, ал оның т деген мағына үстейді деген нәрсені айтқан ғалым кім? Әрсен Ибатов. Әрсен Ибатов ағай маған спецкурс берді. 5-ші курс оқып жүрген кезімде. Спецкурсында ол кісі жаңағы біздер енді беррақ мағынасын адамдар тез түсінетін, немесе жалпы группамыз түсінетіндей тұрғыдан келген кезде ол кісі соның ары қарай түбіне қарай бар. Түбіне қарай ешбір қорықпай әрбір дыбысты алып тастап бар деген нәрсені үйретті бізге. Бірақ енді осы дыбысты алып тастау басқа деген нәрсенің барлығы негізі көне түркі сөздігінде древнетюркский словарь. Соның ішінде тұр. Көне түркі сөздігін қарасаңыздар, Ленинградтан 1969 жылы шықты. Сол сөздіктің ішінде бүкіл мына жазба ескерткіштердің тіліндегі сөздер тұр. Бірақ бір ескертетін нәрсе бар деп, сол Әрсен ағайдың өзі де айтатын, ол өзі татар болғандықтан Қыпшаққа өте жақын ғой, енді Қыпшақтың бір баласы. Сонда ол мына қазақтар бір нәрсені ұғуларың керек деп сөйлейтін. Бір нәрсе дегені, мысалы, жаңағы сөздікте берілген сөздің өзін қара, табиғатын қара, орысша аудармасы ол кейде қате болады дейді. Мысалы, аңғар деген сөзді будь внимателен деп қойғанда, аңғар деген сен внимательный бол дегенді тікелей бұйырып тұрған жоқ па? Біздің түбірлік синкретизмнің ашылмағанның арқасында жиі жаңағы әрбір буынның, әрбір дыбыстың нені үстейтіні сондай сөздігі ашылмағандықтан қазіргі күнге дейін түбір синкретизмі жабық күйінде тұр.
Әрине біз бір жұрнақ, бір дыбыс қосқан сайын жаңа мән үстейтінін, мағынасы өзгеріп кетпесе де мәні өзгеретінін, сөздің реңі өзгеретінін байқаймыз. Мысалы, дәл қазір біз оян, оят деп етістікті қолданамыз, Ал Ояма апай болған. соның бәрінің ең түпкі көне түркілік жаңағы нұсқасы тұр. Древнетюркский словардың ішінде. Ол жаңағы ұю. Немесе ұйқы безін білген біздің ата-бабамыз. Ұйқы безінен барып, жаңағы ұю, қанның ұюы ұйқы безіне байланысты. Ұйқы безінің жұмысы бұзылса, ұйқы бұзылады. Соның барлығын өте көне түркі заманының өзінде адамның денсаулығындағы болып жатқан бүкіл дүниені білгендіктен біздің сөздеріміздің барлығы сол денсаулықтың жаңа суреттелуі болады, не көрінісі болады, немесе соған жаңа әсері басқа бір дүние болатын болса, денеден бөлек дүние болатын болса. Көбінесе осындай тұрғыдан келеді. Сондықтан да мен руналардың салауатты өмірге рунамен деген кітапты осы скандинавиялық руналардың денсаулыққа әсер ететіні туралы кітапты сондықтан жаздым. Себебі оның ішінде әрбір рунаның дыбыстың денеге беретін әсері бар. Сол дыбыстарды адамның денесіне ұқсатып жасаған. Олардың мәңгілік тұрғаны да содан деп ойлаймын. Ана апай тасқа қашалған нелер ма? Тасқа қашалған жазулар, әріптер. Сол әріптің әрқайсысын бүйтіп дене бітімімен салатын болсаң, оның біреу мысалы бауырыңа әсер етеді, біреу жүрегіңе әсер етеді, біреу жаңағы көтеріліп тұрған давлениені түсіреді, кейбіреу энергия подарит етеді. Мысалы қазір мына көп IT технологияда отырмыз ғой, көп адамдар Қазақстанда, дүние жүзінің бәрінде. Солардың энергиясы төмендеп кетеді, қатты шаршап кетесің ғой, 6 сабақ берген күндер. Мысалы, көпіріп сөйлей алмай қалам 2-3 күнмен. Сонда сол энергияның азайып кеткенін байқап, табиғатқа шығып, 2 қолды жоғары қарай алақанды беріп, көтеріп, кифу деген мантрасы бар оның әрқайсының. Соны айтып, көп энергия жинап алуға болады. Өзім көзім жеткендіктен айтып отырмын. 2 қолды жоғары қарай көтерген кезде қатты шаршаған адам жаңағы не қылады. Аспаннан, көк тәңірінен қуат күш алады. Әрине оның ішкі сенімің болу керек. Сенім көбейген кезде ғана болатын нәрселер ғой. Бұны енді жаңағы рунамды айтқан кезде көп ғалымдар Казгуге барып, сол руналық нені жаңағы салауатты өмірге рунамен деп сөйтіп балаларға көрсеткен мен ашық сабақ қылып семинар өткіздік та, түріктер келді біраз. Сөйтіп 12-ші жыл сол кезде мені сынаған сол жердегі жаңағы басына орамал тағып алған келіншектер, біреу парсының, біреу арабтың маманы екен. Сөйтіп сен қазақ тілі мен әдебиетінің маманы болып тұрып, өзің түркітанушы болып тұрып, неге бұлай нетіп жатырсың деп маған. Құдайға серік қосып жатсың, тасқа табынып жатсың деп. Сосын мен тасқа табынып жатқан жоқпын, мен таңбаның символдың, ғасырлық символдың, бәленбай ғасыр өмір сүрген символ ол. Сол символдың энергиясын көрсетіп жатырмын. Дене бітімінде қалай болады? Негізі біз көбінесе жаңағы ескі бір нәрселерді ата-бабамыздың көзі, әжемнің сандығы еді, әжемнің жүзігі еді деп ұстап жүреміз. Ал шындығында ол саған жағымды энергиясы бар зат болғаннан кейін ғана ұстап жүресің. Энергиясы нашар ма, онда оны лақтырасың. Мысалы, жақтырмайтын кесемен күнде шай ішпейсің ғой. Кесені лақтырасың ғой. Әлде сендер іше бересіңдер. Осы жерде синкретизмнің ең бір жаңа нәзік тұсы бар. Синкретизмде, түркілік синкретизм дегенді осы қазақ тілін айтқан кезде, тарихын айтқан кезде міндетті түрде айтылуы керек.
дыбысты айтқан кезде фузияны айту керек, түбірді айтқан кезде синкретизмді айту керек. Ол деген не? Синкретикалық түбірлер бар ма етістің құрамында деген сұрақ болған мен қорғап тұрған кезде. Әрине бар, өзгелік етіс жұрнағы, өзгелік етістің бірінен кейін бірі қабаттасып қолданылады ғой. Соны біз етістің тарихындағы синкретизм деп қараймыз. Себебі қарасаңдар синкретикалық тұрғыдан бірінің бірі жаңағы мағынасын өзгертіңкіреп немесе грамматикалық мәнін үстеп жалғанады, отырғыздырылды. Сонда бұл аффиксацияның нәтижесі болып табылады ғой. Аффикстер жалғану арқылы оның мағынасы өзгереді. Дұрыс қой, аффиксацияға қалай келді деген кезде синкретикалық түбір арқылы келді ғой. Аффиксацияға дейін де қалай жаңағы қосымшаны адамдар қосымша мен түбірді ажыратқанша қалай болды дегенде, ол түбір синкретикалық түбір болып есептелді. Біздің көп сөздеріміз, мысалы, түріктің сөзі, қазір мен оғыздарды қарап жатырмын әзірге. Бір жарты ай оғызды қарап, сөзінің барлығын тыңдап сөйтіп жатырмын. Себебі түркологтар келді, енді біз бұдан да білімді көбейтуіміз керек, түркі тілдерін туралы білімді. Соған байланысты дайындалым ғой, енді аналар жоғары курсқа барам дегенше деп. Сонда байқағаным, жұмыртқа деген сөз мүлде өзгермеген. Жұмыртқаның синкретикалық түбір екенін қараңдар. Ешқандай аузы жоқ қой. Жұмыр. Осыған дейін мен алжұмыр деген помидорды қазақшаға аударған кезде көп қазақ оны алжұмыр деп айтып атамыз ба деп, ал деген түбірді не қылғанбыз. Соны кеше татар сөздігін қарап отырып, татарский русский словарь, соны қарап отырған кезімде ал дегеннің қызыл деген мағынасы татарларда сақталған екен. Бізде де ал деген, мысалы, алқызыл, жаңағы алқызыл бала немесе сол жерде сақталған. Сосын өзіміздің Алтай деген тауымызда, таудың атауында, жер су атаулары тұрғысынан қарайтын болсақ, ал деген таудың атауы, сосын тай деген тау. Сонда Алтай деген сөзде сақталған. Осындай түбірлер бар. Мысалы, Алтай ол синкретикалық түбір деп қараймыз. Себебі екі сөзде былай қарасаң, конечно, қазіргі 19 ғасырда Европа центризмге ұрынып кеткен лингвистика бойынша қарап, жаңағы теориялық тұрғыдан дәлелдеп айтатын болсақ, онда біз оны аналитикалық түбір, ол екі түбірден біріккен, сөйтіп атау болған,